Армысыздар қымбатты достар, қос ішек қарапайым әңгіме атты подкастымыздың бүгін екінші түсірілімі, және бізде ерекше қонақ бар. Таныстырып өтейін, белгілі теолог, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Павлодар облысы бойынша өкіл имамы Жолдас Қоспағұлы Бердімұратов. Ұстаз, қош келдіңіз. Қош көрдік. Әрине, сізді көпшілік таниды, көптеген хабарларға шақырып жүреміз, түрлі діни сауалдар халықта да көп, сол көкейдегі сауалдардың бәріне жауап қатып жатасыз, бірақ өзіңіз жайлы көбірек біле бермейді екенбіз. Және Жолдас дейтін есімді мен сирек кездестірем. Кім қойды екен, өзіңіз жайлы айта кетсеңіз. Ең бірінші енді әлемдегі Раббысы болған Аллаға біз мақтау айтамыз, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи салауат айтамыз. Екіншіден мына жаңа бағдарламаларыңызға Алла береке берсін. Иншалла осы подкаст халықтың бір жақсылыққа шақыратын, жамандықтан қайтаратын бір тәрбиелі нәрсе болса, бұл өте құптарлық амал. Ең бірінші менің атымнан есімден бастасақ, Жолдас деген есімді мен жалпы өзі нағашы жұрттың қолда өскенмін. Нағашы әжем мен атам мені былай айтқанда тәрбиелеген, бірақ әке-шешем бар. Мамамның әке-шешелерінде ұл бала болмаған, оларда екі қыз болған. Біреуі сол менің мамам, үлкен қызы, сосын кіші қыз болған. Сосын ең бірінші олар ұлды алған. Ағамның аты Бақтияр деген болған. Олар бауырына басқан, біздің қазақтың айтқан кезде. Сосын 2 жылдан кейін мен дүниеге келгем. Сонда мен дүниеге келген кезде сол нағашы атам мына үлкен ағасына жолдас болсын, серік болсын, қолдап жүрсін, қуаттап жүрсін деп менің атымды сонда Жолдас деген қойғанда. Өйткені сол Бақтиярға бақыт бастаушы ағасы, мынау оны қостаушы, көмектесуші деген мақсатында солай Жолдас деген есімді қойған. Содан бастап Аллаға шүкір, міне енді қолдан келгенге шейін сондай болуға тырыстық, әрекет етіп жүрміз. Енді жалпы мен туған жеріме келетін болсақ, менің туған жерім бұл Тәжікстан деген елі. Кеңес одағында 1975 жылмен дүниеге келгем. Ол кезде Қорғантөбе деген облысы болған, Вахш деген ауданы болған. Сол жерде дүниеге келгем. Сосын одан кейін мына 1 жасымда енді Алланың қалауы бойынша әке-шешем жұмыс істеген, мына фермада ол кезде мені былай айтқанда уақытша берген, нағашыларға кішкене қарап тұрыңыздар. Сөйтіп мен әжеме, атама бауыр басып кеткенмін. Содан бастап солармен мен осы дүниеден олар кісілер өткенге шейін сол кісілермен бірге болдым. Өйткені сол кісілердің тәрбиесін көрдім. Нағашы атам өте сондай бір адамгершілігі жоғары, сондай парасатты, дана, иманды атамыз еді. Иншалла, сондықтан да кіндік тамған жерім, ол туылған жерім Тәжікстан елі болып табылады. Біз енді 1992 жыл мына Павлодар облысына, осы нақтылап айтқан кезде бұрынғы Лебяжі ауданы дейді, қазіргі Аққулы ауданы Қарақала ауылына біз қоныс аударғанбыз. Неге десеңіздер, өйткені нағашы әжем осы Қарақалада дүниеге келген. Сол жерде Кеңес одағында не болған кезде неден Тәжікстаннан бірақ шыққан. Сондықтан да 80-ші жылдар біздер осы ауылды өзінің кіндік тамған жерін тауып, сонымен қарым-қатынас жасап, сосын біз сол не қылған кезде мен мектепті бітіріп болған соң 92-ші жыл қоныс аудардық. Осы мектеп бітіргеннен кейін енді мамандық таңдау деген бір көп жастардың бір ерекше бір арманы, әртүрлі мамандықты таңдап жатады. Сіз бірден осы діни жолды өзіңіз таңдадыңыз ба? Бала күнгі арманыңыз қандай еді? Әлде бала күннен арман беді? Жалпы енді біздер, енді мен Тәжікстанда туылып өскен соң, бізде мына Горбачев басталды. Горбачев деген Михаил Сергеевичтің кезінде перестройка деген болды. Қайта құру, там гласность деген сондайдар пайған кезде мына дінге еркіндік берді. Барлық жерде СССРде Кеңес одағында еркіндік берген соң, мен есімде бар, бір 7-ші ме 8-ші сыныпта оқып жатқан кезде біздің ауылда сол мешіт салынды, мешіт құрылды. Мешіт салынғасын атам сонда бір мен атамның бір ерекшелігі, ол кісі көп кітап оқушы еді. Бір ерекшелігі, ол кісі өмір бойы темір жолда жұмыс істеді. Біздің ауылдың қасынан темір жол өтеді. Сол вокзал болды, Қарауты деген. Сол жерде ол кісі 15 жылға жақын начальник станция болды. Өмір бойы сонда адал, өзі әділ, сондай таза өмір сүрген кісі болды. Ол кісі кітапты көп оқушы еді. Әсіресе мына біздер Қазақстанға қыдырып келеміз. Мысалы, есімде бар, сонда ол кісі мына бажаларына айтып қояды да, маған тек қана бір журналды дайындап қойыңдар. Жұлдыз деген журналды. Сонда 1 жылдық болған журнал алады да Тәжікстанға алып кетеді. Сосын оны оқиды.
бір несін, бір бетін парағын қалдым, қалдырмай. бір парағын қалдым, сосын бізге айтып береді, міне былай бәрі. Сонда енді ауылда мешіт ашылды. Мешіт ашылған соң атам маған айтты, сен мешітке бар, Құран үйрен. Егер келешекте айтып болмайды, бірдеңе болып қалады, біз бәріміз бұл дүниеде қонақпыз, бір күн қайтыс боламыз, сен қайтыс бол, біз қайтыс болсақ, сен бізге Құран оқисың, бізді еске алып отырасың, өзің дұға етіп отырасың деп, сөйтіп мен есімде бар, 8-ші сыныпта ма мен ауылдың мешітіне бара бастадым. Барып, сол жерде ең алғашқы әліппені, арабша оқуды, жазуды үйрене бастадым. Сөйтіп біз 92-ші жыл көшіп келдік. Көшіп келгесін ең бірінші мен өзімдің құжаттарымды индустриалдық институтында тапсырдым мен. Сол жерде мен оқимын осы инженер, механик дегенге. О кезде мына Лебяжда ақсақал болды, Еренғайып деген ағамыз, иманды болсын, біздің ұстаздарымыздың біреуі. Сол кісі Ташкентке бізді оқуға жинап жатты. Кім осы дінді оқығысы келеді, медресеге алып барам. Сөйтіп атам оны естіді, атам маған келіп айтты, сен әрине бұл таңдасаң өз қалауың, бірақ мен ойлаймын деді, ол кісінің ең айтқан сөзі соңғы, сен осы дінді алсаң дұрыс болады, өйткені міне бұл келешекте сауап жұмыс, қайырлы жұмыс, өзіңе де, елге де деп бәрін түсіндіріп айтқан соң, бізге ол кісінің бір ауыз сөзі, мысалы біз енді сондай тәрбиелендік қой, біз үшін бір жол, нұсқау көрсетілді. Сондықтан да мен барлық құжаттарды алып, индустриалден мен бірден осы Ташкентке дайындала бастадым да. Сол менің осы медресеге, дінге тікелей кіруіме, және осыны бастауыма, осы нұсқаушы болған, бағыт көрсеткен осы нағашы атам болады. Ұзақ бір жолдан өтіп келе жатсыз, ылғи сынақ, былайша айтқанда сын көз көп дейміз ғой. Сол жылда, осы жылдардың ішінде тәжірибеде сіз не дүниеге қуанасыз, және не нәрсе сізді қынжылтады? Қуантатын нәрсе әрине дін тұрғысынан қараған кезде біз мына жамағатымыздың көбейіп келе жатқандығы, жастарымыздың иманды, инабатты болып жатқандығы, және қариларымыздың көп болып жатқандығы мені қуантады. Неге? Өйткені бұл келешегіміз дұрыс болады деген сияқты. Енді кейбірақты ренжітетін нәрсе әрине осы қазақ айтады ғой, іштен шыққан жау жаман дейді. Осы біздің ішімізден осы дінді жамылып, діндің былай айтқанда Құрандың аяттарын келтіріп, дінге былай айтқанда келіспеушіліктерді жасау, от салу, бір-біріне салып қою, қоғамдың бірлігін кеткізу, елдің былай айтқанда бір қаймағын бұзу, әрине бұл адамды кішкене ренжітеді. Өйткені бұл ондай нәрсе болмау керек. Біздер енді бағытымыз бір болған соң, бізде дініміз бар, дәстүріміз бар, дініміз бар. Сол екеуін егер біз нық ұстайтын болсақ, Құдай қаласа, біздің ұрпақтарымыз да иманды болады, инабатты болады. Енді осы жер бетінде ең танымал тұлға кім дегенде, шетелдіктер үлкен бір сауалнама жүргізіп, зерттеу жүргізген екен. Ол біздің пайғамбарымыз, ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Сол кісінің есімі анық болған екен де, ал ең жиі оқылатын кітап ол Құран болған екен. Әрине имамдардың да қолында үстелінің үстінде тұратын ол әрине Құран, сол Құран мен хадистермен өздеріңіз ілім үйретіп, жол көрсетіп жатасыздар. Ал одан өзге уақытта қандай кітаптар, қандай авторларды оқисыз? Сол қызық. Енді қазір уақытта әрине біз енді мына әсіресе уағызға дайындалған кезде, мысалы жұма күні немесе бір жерге барған кезде, немесе осындай видеоға шыққан кезде, радиоға барған кезде міндетті түрде ол тек қана дінді айта бермейсің ғой. Міндетті түрде халықтың өзінің бір қажеттілігі болады. Сондықтан да өзіміздің ғұламалардың, әулиелердің, ғалымдардың, жазушылардың кітаптарына жүгіну керек. Бір тақырыпқа немесе екінші тақырыпқа дайындалып жатсам, осы тақырыпқа байланысты мен кітаптарды оқимын. Сол сауалға қатысты жазылған автордың бәрін қарап шығамын. Иә, сол сауалға байланысты, мысалы мен сол қарап шығам қалай екендігін. Ал енді әрине маған қызықты болған кітаптар бар. Жай уақытта отырған кезде мына ақылды кішкене дамытқызу үшін әрине осы Абайдың қара сөздерін мен кішкене көбірек оқимын. Ойлану үшін, пікір алысу үшін. Өйткені адам тек қана адамда өзі Алла Тағала мынау адамға сана берді, ақыл берді, сана берді. Соны адам баласы әрқашан не қылып отыру керек, дамытқызып отыру керек. Өйткені ол дамып, былай айтқанда өзінің кругозор дейді ғой, былай
кеңінен кету керек та. Ол тек қана бір нәрсеге шектеліп қалуға болмайды. Әрбір мәселеге жан жақты қарау керек та. Оның мысалы ол позитив жағы, негатив жағы бар ма, немесе қай жағы дұрыстау деген сияқты, соған кішкене соларға көңіл аударамыз. Жақсы, рахмет. Енді өмірде расында да сұрақтар, сауалдар көп, қоғамда түрлі, қазір ашып қарасаңыз осы отбасылық қарым-қатынастар, ер мен әйелдің арасында қарым-қатынастар сөз болып жатар, ақыл кеңес берушілер де көп болып жатады. Одан қалса, мен сені бай болудың жолын үйретемін деген сияқты сондай да көп коучтар, білімпаздар өте көп болып жатыр. Оның ішінде расында да шынайы ақылман адамдар да бар, тыңдауға ақыл кеңесіне құлақ түретінде, немесе әртүрлі әуесқой осы бағытта ізденіп жүрген адамдар кездеседі. Бірақ соның ішінде бір пікір, ылғи бір екі жақ болып бөлініп бір талас тудырып жататын сұрақтардың бірі, әйел мықты ма, еркек мықты ма дейтін бір сұрақ болып жатады. Әрине оған қасиетті Құран кәрімде де, пайғамбарымыздың хадистерімен де жеткен ақиқат дүние бар. Ал сіз қалай айтар едіңіз, осыны қалай жеткізер едіңіз? Кім мықты деп? Енді бұл жерде мен ойлаймын, ол шындық ортада тұрады. Бұл мәселеде шындық ортада тұрады. Бұл жерде мынандай ғой. Қазір егер мен айтсам, мысалы, еркектер десем, мынау араб қыл екен, бұл арабтың не қылады? Егер әйелдер, мынау өзі бір қуып кеткен, дінді бұрмалады деген сияқты сөздер айтуы мүмкін. Сондықтан да бұл мәселе біз енді бұны жан жақты қарауымыз керек. Әрине, Алла тағала мына ер кісілерді бір дәреже болса да үстем етіп жаратты. Біз оны білеміз. Алланың өзінің қалауы бойынша болды дейді. Демек, ол үстемдік деген, ол зорлық деген әңгіме емес, зомбылық деген әңгіме емес, ұрып соғу деген әңгіме емес. Бұл үстемділік деген нәрсесі деген неме, яғни жауапкершілік. Біз әрбір адам баласы өзінің, бұл айтқанда, қарамағындағы болған адамдарға жауапты болады. Отбасының ең бірінші жауапты болатыны бұл ер кісі болып табылады. Әрине, осы отбасының бұл айтқанда тұтқасын ұстап тұрған, бұл айтқанда отын сөндірмей отырған, бұл әрине әйел кісі болып табылады. Ол жауапкершілік алған адам, ол аманат алды. Біз мысалы неке қиған кезде айтамыз, бұл қарындасымыз біреудің қызы мәпелеп өсірді, ол қыз бала, ол бөтен елдікі, ол қыз қияға дейді, ол ұяға дейді, қазақ атам. Сондықтан да сен оны аманатты алдың ба, енді сен соны аманатты дұрыстап, соны орында, яғни аманатқа қиянат етпе. Яғни сен мойныңмен алдың ба, енді ренжітпе, жылатпа, кемсітпе, ұрма, соқпа. Өйткені бұл мәселемен ақылмен, парасатпен, даналықпен оның әрбір нәрсесін шешіп отыру керек. Ерлі зайыптылар бір-бірінің, бұл айтқанда, бір-бірінің кемшілігін жауып тұрады, қолдап отырады, қуаттап отырады. Және ең маңыздысы, олар өздерінің отбасындағы болған жауапкершілігін түсініп отыру керек. Бұл мысалы біздің әжелеріміз қалай тәрбиеледі, мысалы аталарымызды қалай құрметтеді. Мысалы, олардың өзі біз үшін өнеге, мысалы үлгі тағлым тәрбие. Сондықтан да қазіргі уақытта да біз соны жандандыруымыз керек. Әр біреудің өзінің орнын, жауапкершілігін түсінетін болса, ол отбасында проблем болмайды деп ойлаймын. Яғни бұндай сұрақ туындамайды дейсіз ғой, кім мықты деген. Жоғарыда айтып кеттік, тағы да бір жиі осы адамдар толғандыратын ба, мазалайтын сұраққа жауап іздеп жүретін дүние бұл ақыл, байлық және махаббат мәселесі. Осыдан сіз таңдау жасаңыз десе, сіз қайсысын таңдар едіңіз? Ақыл, байлық, әлде махаббат? Әркім өзі таңдайды. Ең бірінші ол әрине ақыл деп ойлаймын. Неге? Өйткені ақылды адам, Алла тағала Құран кәрімде дейді, фа'табири улул абсар дейді. Ақыл иелер, ойланыңдар дейді. Мына Құдайдың ең берген бізге үлкен сыйы бұл ақыл болып табылады. Өйткені ақыл адамды, әрине бізде нақыл бар, ақыл бар. Нақыл деген бұл Құран сүннетті. Егер мысалы жаман жақсыны ажырататын, ең бірінші Құранға, сүннетке жүгінеміз. Сосын ақыл соны не қылады? Ол дәлелдейді, қуаттайды, соны не қылып отыр, қолдап отырады. Сондықтан да мен ойлаймын, ақылды бір болу керек. Ақылды болған адам баласы өзі махаббаты кең болады, кішіпейіл болады, қарапайым болады. Ақылды адам біледі қай жерде нені айту керек, қай жерде қалай отыру керек, қалай қарым-қатынас істеу керек, ақшаны қалай жұмсау керек, исрапшылыққа жол бермейді, менмендіктен алыс болады, біреудің ақысын жемейді, біреудің қарғысын алмайды, біреудің ала жібін аттамайды деген сияқты. Сондай неде ол болады деп ойлаймын. Өйткені ақылды болған адам баласында келешекте байлығы да болады, оның жаны да бай болады. Ода, иншалла, бұл айтқанда, жүрегі де кең болады. Бұл айтқанда. Абай атамыздың бір сөзі еске түсіп отыр.
өзі зордың болады ығы да зор деп, яғни өзінде мүмкіндігі бар, яғни бүгінгі тілмен айтқанда бай адам да қамқорлық жасау, бір адамдарды қолдап жіберу, бүгінгі тілмен айтқанда меценат болу деген сияқты демеушілік жасау, қамқорлық жасай алады, көпке пайдасы тиеді екен дәулетті болған адамның. Бірақ дәулетті болған адам ол өте бір жадный дейміз ғой, әлгі қолы қатты сараң адамда болуы мүмкін. Сондықтан бұл байлықта сынақ үшін берілетін сияқты, кедейлікте сынақ үшін беріледі. Солай емес пе? Дұрыс. Ол мысалы бүгінде бізде жұмада біз уағыз айтқан кезде біз айттық, мысалы ол адам баласы кеңшілікке де сабырлы болу керек, таршылыққа да сабырлы. Бізде көбінше сабыр деген ойлаған, біз сабырлық деген кезде бірдеңеге анау таршылықты ойлаймыз да, бейнетте, қиыншылықта сабыр. Жоқ, мынау зейнетте ол сабырлық болу керек. Өйткені Алла Тағала саған мал мүлік берді, атақ берді, там мысалы бір молшылық берді, кеңшілік берді. Бұған да сабыр ету керек. Яғни ысырапшылыққа жол берме. Бөліс, зекетіңді шығар, садақаңды бер, туған туысқандармен қарым-қатынасыңды үзбе. Бәріне ұнамайсың және біледі, бірақ қолыңдан келгенге шейін оларға көмектес, болыс. Өйткені бұл жерде адам баласы мына тақ астына келген кезде, там қолына ручка ұстаған кезде, там мен ол да бір күн өтеді, ол да бір күн кетеді. Өйткені астыңдағы болған тақ ол да бір күн кетіп қалады, кабинетіңден де бір күн айырылып қаласың. Бірақ ең бірінші дін тұрғысынан адамгершілік, ол ең бірінші бізде адамгершілік, имандылық, адамгершілік міндетті түрде болу керек. Ол немен болады? Ол ақылмен болады. Өйткені адам өмір сүрген сайын ақылды болған адам баласы көп нәрсені өзіне не қылады, былай айтқанда қорытынды жасап отырады. Өйткені біздер де ондайдан өттік, мысалы кезінде бастық, мысалы қасыңда бәрі жүреді, астыңдан тақ кетіп қалған кезде бәрі тым-тырақай болып кетеді. Мысалы біреу келіп сенімен жақсы амандасып тұрса, сенің ішкі әлемін білмейсің ғой, нені ойлап тұр, нені қалап тұр. Сондықтан да қолдан келгенге шейін жақсылық істейсің, бірақ нәтижесін Аллаға қалды. Сондықтан да бұны қуаттайтын осы үш нәрсенің ішінде мен ойлаймын ақыл болып табылады. Абай атамызда ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселерін озбақ дейді ғой, өзінің бір нақыл сөзінде. Енді сіздің әңгімеңізден тағы да бір оқиға еске түсіп тұр. Мына Әбу Жағыпар, қателеспесем, сондай бір халиф өткен екен. Сол енді бір халиф болып сайланған кезінде дейді, сіздердің осы әңгімелеріңізден есіме түсіп жатыр. Көп елшілер келіп, түрлі бір қоғамға белгілі адамдар келіп құттықтап жатса, бір қария келе жатыр екен. Сол қариядан мына кісіден бір ақыл сұрайын. Міне бүгін мен халиф болып жатырмын, бір ақылыңызды айтсаңыз, ақылын айтса, немесе ақиретін айтса деп. Сонда көргенімді айтайын ба, әлде естігенімді айтайын ба деп. Әрине, көргеніңізді айтыңыз десе, сонау бір замандарда Омар Ибн Абдул Азиз дейтін бір халиф өткен. Ол дүниеден озған кезде оның 11 баласы бар еді. Соңында бар жоғы 18 дирхам ғана қалды, күміс ақшасы. Оның жаңағы көр қазушыға төлейтіні бар, кебініне төлейді де, мұраға да қалмапты. Бірақ сол кісінің дейді балаларының кейін ислам әскерін қуаттайтын қару-жарақ, әбзелі бүкіл меценат бүгінгі тілмен айтқандағы қолдаушысы болғанын көрдік. Ал енді бір халифтің дәуірінде сондай бір байлықпен дүниеден өтсе де, тіпті әйелдерінің, 4 әйелінің әрқайсысында 340 келіден алтын болса да, балаларының бір заман озғаннан кейін қайыр тілеп отырғанда көрген едік деп. Сонда шынында да қарап отырсақ, өмірде бүгінгі таңдағы қаншалықты байлық адам жүгіргенмен, немесе кедейліктен қанша қоршылық көрдім деп кейігенмен, бұл екеуде сынаққа берілетін дүние екен. Бұл да өмірдің ақиқаты. Анық қой, солай. Рас ол. Ол қысса, болған қысса, оны көп ғалымдар мысалдар ретінде айтады. Рас ол. Енді мына мазалық шақ деп жатамыз, адамдарда бір бос уақыты болып жатады. Сондай кезде біреу балыққа барам деп жатады, біреу тек қолын босаса көлік айдаймын дейді, біреу тағы да бір ойға келмейтін бір хоббилары болуы мүмкін. Сізде қандай мазалық шақтарыңызды қалай өткізесіз? Енді менде сондай бос уақыт болып жатса, ең бірінші әрине мен тырысам өзімнің отбасыммен өткізуге әрекет етем. Егер жаз мезгілі болатын болса, балдарым кішкентай болған кезде, осындай демалыс болған кезде мен балдарымды алып осындай қыдырғанды жақсы көрем, барып бір жерге барғанды жақсы көрем.
көргенді жақсы көремін. Өйткені адам баласы, пайғамбарымыз айтады ғой, мысалы жер бетінде қыдырыңдар, айналыңдар, көріңдер. Өйткені адам баласы көп нәрсені көру керек. Жалпы енді былай обширно айтатын болсақ, бос уақытым болған кезде сондай қыдырғанды жақсы көремін. Екіншіден, бос уақыт болған кезде енді мына мысалы бір 3-4 күн болса, міндетті түрде бір күнді сол анама барғым келіп тұрады, барып қалым білгім келіп тұрады. Өйткені анам кіші бауырымның қолында, сол шаңыраққа барып, біздің қара шаңырағымызға барып, әкем болмаса да, қайтыс болса да, міне 10 жылдай болды. Бірақ енді анам бар, Аллаға шүкір, тауба біздің арамызда жүреді. Енді кішкене денсаулығынан не қылса да, сол жаққа барып тұрғым келеді. Сосын енді мына әйелімнің де анасы бар, мамам сияқты, о кісінің де қалын біліп тұрғым келеді. Өйткені о кісі де сондай бір қажы, сондай иманды кісі. Ал енді одан басқа әрине немерелермен отырғымыз келеді. Немерелермен отырып, былай айтқанда ойнатып, оларды сосын оларды да бір жерге мына қаланың ішінде болса бір жерге апарып қыдыртып демалтып, енді олар кішкентай өсіп келеді, оларды да солай істеп отырғым келеді. Енді одан басқа әрине егер одан бос уақыт қалатын болса, мешітке келіп отырғым келеді жай. Мешіт өз бір жан тыныштығын сыйлайды дейсіз ғой. Мешітке келіп бір Құран оқысаң да, бір кітап оқысаң да, намаз оқысаң да, сол өзі бір пайда. Бір осы мешіттегі әйел қыздар секторы сіздерді жақсы жұмыс істейтінін білеміз. Сонда бір үлкен апамыз 80-нен асып қалыпты. Соны айтады, мен тек осы қолым босаса мешітке келіп отырам, 4 жыл болып қалды, мен ақырын әліпби үйреніп жүрмін, және менің мінезім жаман еді дейді. Сол мінезімді түзеуге осы мешіт үлкен бір әсер етті, рахмет деп жатады. Сондай бір адамдарды кездестірдім. Шында да мешіттің бір мазалы шақтарда сол тұста жай отырыстың өзі, бір мүмкін зікір айтып, салауат айтып отырудың өзі жан тыныштығын сыйлайды дейсіз ғой. Рас, солай негізінде. Өмірде жоспарлайсыз ба? Көп адамдар айтады, жай жүрмеу керек, бүгінгі ертеңіңді ойлау керек, жоспар құру керек деп жатады. Жоспарлау дегенге қалай қарайсыз? Жоспарлауға қарсылығымыз жоқ. Ол жақсы нәрсе. Адам баласы жоспарлау керек, мақсат қою керек. Бірақ дін тұрғысынан әрине сен қанша жоспар қойсаң да, мақсат қойсаң да бір нәрсені ұмытпа, Алланың қалауы болады. Адам баласы шектен шығып кетпеу керек. Егер жоспарың, әрекет еттің, тырыстың, жүгірдің, бәрін жасадың, ойдағыдай болып қалмады мысалы, онда оған ренжімеу керек та. Өйткені бұл Құдайдың қалауы солай болды. Бірақ енді мысалы жоспар жасамай, жұмыс істеме, Алла береді, Алла ондай, әрине дініміз ондайға қарсы. Адам баласы жоспар жасап, соған ұмтылу керек, әрекет ету керек та. Бірақ бұл жерде міндетті түрде Құдайды ұмытпау керек. Біз әрбір жұмысымызды бисмиллямен бастауымыз керек. Әрбір аяқталған жұмысымызды қандай қорытындымен аяқталса да, біз айтуымыз керек, Аллаға шүкір, Құдайға тауба, шүкір деп, осыған да тауба деп, біздер ары қарай өмірімізді жалғастыруымыз керек та. Сондықтан да ол жоспар қою керек. Жақсы нәрсе, иншалла. Енді кейбір уақытта әрине жоспар ол ойдағыдай болып жатады, кейбір уақытта болмай жатады. Енді ол Алланың өзінің қалауы болады. Сондықтан да жұмыс жағына болсын, отбасы жағына болсын, енді армандарың көп, мақсаттарың көп. Ананы былай істеу керек, енді жұмыс бабынан да ойлайсың, мынаны істеу керек. Анан енді бәрі сондай 100%-дай әрине болып кету өте қиын. Бірақ енді Алланың бергеніне шүкір деп, ешкімге ренжімей, ешкімге қапа болмай, ары қарай жоспарыңа, мақсатыңа не қылай керек, ұмтылай беру керек. Рахмет. Бізде мына төрде домбырамыз бар. Қонақ кәде сұраймыз қонақтардан. Сондай бір мақсатпен бұл қазақ деген домбыра қазақ деп жатамыз. Егер домбыра тартатын өнеріңіз болса, домбыра тартып, немесе бір ғибратты өнегелі әңгімемді айтып берем десеңіз, еркіңіз өзіңізде. Сонымен домбыра әлде сізден бір ғибратты әңгіме? Енді мен домбыра тарта алмаймын, оны мойындаймын. Бір ғибратты әңгіме айтып берейін. Жақсы, тыңдаймыз. Енді өмірімде әрине әртүрлі жағдайлар болды. Мен осы Шымкентте оқып жүрген жылдары мына Москва қаласына барам. Ол кезде біздің ұстаздарымыз болды. Сол ұстаздарымыз мені жібереді. Кішкене орысша білесің, не білесің деп. Сөйтіп Москваға барып, ол кісілердің аманатын алып шығам. Олардың еңбек ақылары бар о жерде. Соны мен алып шығам да Москвадан сосын пойызбен Шымкентке қайтуым керек. Сөйтіп сол Москва. Сіз неше жастасыз? Мен сол кезде бір 18-19 жастамын. Бір 18-де бармын. 18-де болсам, или 19-дан ба солай. Сонда бір уақиға болады, бір
жігіттермен танысам, ол жігіттер енді ниеттері жаман, пиғылдар таза емес болып шығады, бірақ мен оны білмеймін, өйткені жап-жас баламын, енді үйден шыққанмын, мынандай алысқа бірінші рет бара жатырмын. Сөйтіп мен кішкене алданып қаламын. Алданып қалып, олар білет, менде осындай ақша барлығын, соны алғысы келеді. Соның әртүрлі олар хиляларын жасайды. Сол кезде, енді мысалы біз енді сол вокзалда отырған кезде, мен енді байқаймын, өйткені мен қазір шықсам, бұлар мені не қылмақшы, ол кезде енді сондай развал болып жатыр. Сонда мен шынайы Құдайға сыйынам. Алла тағала маған көмектес, сен естушісің, көрушісің, сен мысалы не әділетсіздік көрген кісілерге көмектесесің, көмектесші, осы болшы деп ішіммен мен Құдайдан көмек сұраймын. Сол кезде мен сол неден вокзалға шыққан кезде есіктің аузында бірденеге бір осындай бойы ұзын, ол кезде жасы мен білмеймін бір 40-та болса керек, сол бір ағамыз тұрады. Ойым жоқ, бірденеге сол кісіге барам да, сол мәселені айтам. Сіз осындай қазақсыз ба? Иә, мен қазақпын дейді. Менде осындай мәселе болып жатыр. Сонда ол кісінің айтқан сөзі, менің қасымда тұр дейді. Менің қасымда тұр, келсін дейді, көрейік дейді. Кімдер екен олар деп. Сөйтіп біз екеуміз тұрамыз, танысамыз. Ол сонда Алланың құдіреті, сол мені аңдып жүрген кісілердің біреуі де қасыма жоламайды, жақындамайды. Сөйтіп біздер аман-есен сол бір пойызға отырамыз, Алматыға баратын. Сөйтіп аман-есен мен Шымкентке жетемін. Сонда мен жасаған қорытынды, бұл неден ғибраттан ең бірінші адам баласы ешкімге сенудің қажеті жоқ. Екінші, бұл адам баласы аманатқа қиянат етуге болмайды. Және ең маңызды болған бұдан шығарған қорытынды, Аллаға шынайы мінәжат етсең, шынайы Құдайға сыйынып сұрасаң, Алла міндетті түрде шешімді шығарып береді. Жолды саған жолды көрсететінін мен өз көзім жетті да. Сондықтан да келешекте мен бұдан сабақ алдым. Жолға шыққан кезде де ешқандай осындай нелерден мен аулақ жүріп, өзімді дұрыс ұстап, былай айтқанда не қылдым? Құдай, енді әрине біз енді намазымызды оқимыз, айту болады, ол намаз оқыды. Бірақ мен ойлаймын, бұл жерде Алла тағала өзі көруші, естуші да. Шынайы адам тауба етсе, шынайы Құдайдан сұраса, Құдай міндетті түрде көрсетеді жолда. Ұстаз, енді осы ғибратты әңгімеңіздің қорытындысында жастарға бір жалпы адамдарға, жалпы сапарға шыққан өмірдің жолына сапарға шыққан адамдарға не айтар едіңіз? Шында да шын тілесе Алланың бермейтіні жоқ екен. Сіз тілек айтыңыз, ал мен домбыра үнсіз қалмасын, сәл бір фон жасап отырайын. Өте тамаша. Негізі бұл әрине бұл ғибратты енді әрине біреу бұған қосылуы мүмкін, қосылмауы мүмкін, бірақ жалпы адамдың да өзінің өмірінде әртүрлі қиыншылығы, бейнеті, зейнеті болады ғой. Сондықтан да өмір ол міндетті түрде толқындан тұрады. Бәрі ойдағыдай болып кетіп қалу өте қиын. Ол сынақ Құдайдан міндетті түрде келеді. Сондықтан да әсіресе мына жастарымыз қайтарымыз бір-бірлеріңізді бағалаған кезде ең бірінші адалдыққа көңіл бөлу керек. Адамның ниетінің тазалығына, пиғылдың былай айтқанда дұрыстығына біз қатты көңіл бөлуіміз керек. Неге? Өйткені адамдың ниеті дұрыс болса, пиғылы таза болса, ондай болса, оның амалы да көркем, әдемі болады да. Сондықтан да біз бір-бірінде деген сенуіміз керек, бір-бірімізге сенім деген арту үшін бізде адалдық, тазалық, адамгершілік міндетті түрде болу керек. Сосын еш нәрсені, бір нәрсені ұмытпайық, ешқашанда еш уақытта Алла тағала бар, хақ, бұл айтқанда және адам баласы бір қатты қиналған кезде жалпы Құдайға мінәжат етсе, Алла оны естиді, көреді және дұғасын қабыл етеді, егер ол шынайы Құдай үшін болатын болса. Сондықтан да Алладан үмітті үзбейік, жақсылыққа ұмтылайық, жақсылықты қалайық, жақсылықты жасайық. Өйткені адамдан жақсылық қайтпаса да Құдайдан міндетті түрде жақсылық қайтады. Сондықтан да жастарымыз қайтарымыз тек қана аманшылық, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, молшылық болсын, тоқшылық болсын, тәуелсіздігіміз қиямет күніне шейін мәңгі болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Қымбатты достар, қос шек қарапайым әңгіме подкастының бүгінгі қонағы болған белгілі теолог, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Павлодар облысы бойынша өкіл имамы Жолдас Қоспақұлы Бердімұратов болды. Келесі хабарларымызда, подкасттарымызда кездескенше, қымбатты достар.